Сәлеметсіздер ма оқушылар? Бүгін қазақ тіл сабағы. Күннің жады мен сабақтың тақырыбын дәптерлеріңізді ашып жазыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы адамзат үшін тілдің маңызы, үндестік заңы деп аталады. Сабақтың оқу мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды түсіну, анықтау, үндестік заңын ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Бүгінгі жаңа термин жазып алыңыз және есте сақтаңыз деп тұр. Үндестік заңы деп аталады. Сөздерді біркелкі әуезбен бастан аяқ белгілі бір әуезбен айту. Яғни үндестік заңы сөздерді біркелкі әуезбен айту. Ол екіге бөлінеді: буын үндестігі және дыбыс үндестігі. Буын үндестігінде біз дауысты дыбыстарға қараймыз, ал дыбыс үндестігінде дауыссыз дыбыстарға қараймыз. Бүгінгі сабақта біз буын үндестігін қарастыратын боламыз. Үндестік заңының не екендігін дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Балалар, буын үндестігі түбірдегі буынның жуан жіңішкелігіне қарай, оған жалғанған қосымшаның да жуан немесе жіңішке болып жалғануы. Жуан дауыстылар мен жіңішке дауыстыларды сіздер білесіздер, 4 жуан дауысты бар: А, О, Ы. У бірде жуан, бірде жіңішке болады. Қалғанның барлығы Ә, Ө, Ү, Е, Я, И бұлар жіңішке дауыстылар. Яғни буын үндестігі дегеніміз, мысалы, бала деген сөзде дауысты дыбыстар жуан, ал оған жалғанған қосымша лар ол да жуан. Біз бала лер деп айтпаймыз, жіңішкертіп. Аққу дің деп айтпаймыз. Аққу жуан дауыстылардан тұрады, оған жалғанған қосымша дің да жуан дауыстылардан тұрады. Қалаға, байлыққа, жауапты. Ал буын үндестігіне бағынбайтын мынадай жағдай бар. Мысалы, дәріхана. Дәрі сөзіндегі дауысты дыбыстар жіңішке, бірақ оған жалғанып тұрған қосымша хана, ондағы дауысты дыбыстар А жуан. Яғни бұл жерде буын үндестігіне бұл сөз бағынып тұрған жоқ. Жауапкершілік түбірі жауап, жуан дауыстылардан тұрады, А деген жуан ғой. Ал кершілік деген жұрнақтар дыбыстары бұл жердегі жіңішке дауыстылар. Яғни бұл сөзде буын үндестігіне бағынып тұрған жоқ. Яғни балалар, сөздің жуан жіңішкелігіне қарай, оған жалғанған қосымшаның да жуан жіңішке болуы, жуан сөзге, жуан түбірге жуан қосымша жалғанады. Ал жіңішке түбірге жіңішке қосымша жалғанады. Жуанға жіңішкені жалғамаймыз. Яғни жуан жіңішкелігіне қарай қосымшаның да жуан немесе жіңішке болуы бұл буын үндестігі деп аталады екен. Ал жуан дауысты да жіңішке дауысты да араласып жүретін болса сөздің ішінде, онда бұл сөз буын үндестігіне бағынбайтын сөз болып табылады. Сабақты түсіндіңіздер деген ойдамын. Жаңа ережені. Ендеше балалар, бірінші тапсырма қазақ тілі кітаптарыңыздағы 11-ші беттегі 6-ші тапсырманы оқисыздар және мына төмендегі сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші, Жапония ғалымдарының жүргізген тәжірибесі нені білдіреді? Екінші, бала тәрбиесі ана құрсағында жатқаннан ақ басталады дегенді қалай түсінесің? Бұл сұрақтарға мәтінді оқып болғаннан кейін дәптерлеріңізге бірден жауап жазасыздар. Екінші тапсырма. Балалар,
Мына берілген сөздердің ішінен буын үндестігіне бағынбай тұрған сөздерді теріп жазыңдар. Яғни, буын үндестігіне бағынып тұрған болса, онда оның сөздің ішіндегі дауыстылар бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке болады. Ал бір сөздің ішінде жуан немесе жіңішке дауыстылар араласып жүретін болса, онда ол сөз буын үндестігіне бағынбай тұрған сөз болады. Мінекей, сендер қандай сөздерді теріп жазатындарыңды мен айттым. Бұл жаңа мен түсіндірген ережеге тікелей қатысты. Сондықтан сабақты түсінбесеңдер қайтадан мұқият қарап шығыңыздар. Тапсырмаларды орындап болсаңдар, рефлексия жасайық. Бүгінгі сабақтан үйрендім көп нүктенің орнына не үйренгеніңізді жазасыз. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.